Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат. Қайға жоғалып кеттің, анда жоғалып кеттің, мында жоғалып кеттің, сразу темаға көшейік достар. Сәлем. Бүгін мен Майнкрафттағы ең пайдасыз, ешкім қолданбайтын заттармен тірі қалуға тырысамын. Не үшін? Не үшін? Себебі менің өмірлік шешімдерім де осындай. Өтпей қалды ма? Мақұл. Тун-тун сахур кеттік. Тун-тун сахур. Біріншіден басайық. Майнкрафтта ең керек емес бұл мен. Жоқ. Тоқта, бұл заттар екен ғой. Адам болса ол точно мен онда. Так, жетел, короче, сен бүгін маған айтасың. Мен үйдің ішіне кіріп бір нәрсе алуым керек деді ма? Кірме, мен кірейін деп жатырмын. Ринат, в общем, сенің бүгінгі темаңды түсініп отырмын. Үйде сундук тұр, сол сундуктың ішіндегі саған керек емес заттардың бірінші варианттары тұр, короче. Солармен барып өмір сүріп кел бірінші. Бопты. Чо там, дайынсың ғой? Талып қалмады заттарды ғой. Жоғай талмаймын ғой. Кетші бар, құр бар. Так, достар, ал біз бастадық, таяқ жерге тастадық. Достар, қазір мынаның ішінде не бар екенін кім біледі? Мен точно білмеймін. Ош. Золотой меч дейді. Бұл керек емес нәрселердің патологы ғой, өйткені достар, мынау менің бұл алтын достар, жылтыр, керемет көрінеді әрине, бірақ ұстасаң 3 соққыда сынады. Дәл менің жүрегім сияқты деп мәш шайып кеткен дейм, мақұл. Мен мұнамен қазір охотаға шықпайтын мүрқы достар, даже наңғараңдар. Лопатамен біздерде, тоқтам, мотыгаға аяқта. Мен мотыгамен бір өмір сүріп көргім көреді. Мақұл, жарайды. Мысалы, мен сендерге көрсетейін достар. Жерге сенде тез кете береді. Мен сендерге бір 10 земля алайын. Қараңдар достар, жаман тез кетіп жатыр. Мақұл, мен кеттім. Мен охотаға шығамын. Маған өзіме бірінші достар тамақ алып алу керек. Достар, біздің ауылда жылқылар қаптап кеткен. Жылқылардан көп нәрсе жоқ мынақта. Охо, мен өзім сияқты деппін ғой. Мен шошқаларды көріп тұрмын. Ал шошқалар, сендер менің бірінші жертвам бол. Жоқ, шошқа емес. Альхамдулилля, мен бірінші сиырдан бастаймын. Шошқан жемеймін мен. Бергелу. Так, пока нормально. Так, шошқа, опа, бізге, 5 ет берді. Достар, 2 сиырдың өзі бізге 5 ет берді. Так, мынаның бәрін сындырып тастайық. Опа, 6 ет. Мен уже қарным ашып жатыр. Достар, мен қазір мына етті жемеймін. Қазір себебін түсінетін боласыздар. Мен пока қарным ашып жатыр. Ал енді мына шошқаларды мен жеймін ба, жемеймін ба? Қой, ата бабалардың басынан дүре соғар. Құрысын кетіп қаласай мына жерден. Шошқа жегенше достар, Майнкрафтта пайди бәрбір, бірақ соңында да мен өзімнің ар намысым шошқа жеуге жүрмей тұр. Бірақ ертең қарным ашса жеп қоятын сияқтымын. Мақұл. Достар, менің мечімнің уже бір 30% қалған болатын. Шошқалар көп қой мына жерде. Шошқадан басқа көп нәрсе бар ма? Жарайды. Ештен кетпейді. Біздер дейтін мына үйлерге күн көре береміз дейтін десек, біздерге бүгін үй соғу керек емес па? Үй соғу керек. Молодец. Мен осындай бір керемет нәрселер. Ағаш сындырдым. 10 ағаш сындырдым. Мұна золотой топор деген керемет деген ой. Мәссаған. Тез сындырады ғой мұнау. Не деген керемет. Мен бақыттымын. Мен уже қазір 64 ағаш сындырамын ба? Мәш! Көріңдер ма достар? Қалай сынып қалғанын? Мен сендерге айтайын, дәңгәлін айтайын, железа дұрыс. Мына золотаға достар жоламай-ақ қойыңдар. Өйткені менің топорым қанша секунд, даже 20 секундқа да жетпеді. Сынып қала салды. Мәссаған. Жарайды, бұғанда көндік. Зато менде 32 ағаш бар. Менің қарным аша бастады. Менің көздерім мыналар от болып көрініп тұр. Түсіндеш бер қарай. Так, мен мыналарға бойымда жетпейді ғой. Мен бұларға қалай жетемін? Жоқ, мен Майнкрафтта түсінбеймін. Жарайды. Мынандай аттар сияқты бір жайылып жүрсе болады. Мыналар неге крышаға шығып кеткен? Вообще бұларды крышаға кім шығарды достар? Мен соны түсінбеймін. Жалпы Майнкрафт өзі бір ойлануға тұрмайтын ойындардың бірі. Мақұл, жарайды. Жетел Жалпы, Ринат, сен Майнкрафтқа өйтіп ренжімей-ақ қой, короче, түсінің бі? Мен яқтан есіп тұр барлығын. Жоқ, бұл жетелі, мақұл. Ойнап атқан ма? Мен жай ғана ойнаймын білесің ғой. Жалпы, короче, сен маған бір сундуктан тағы бір нәрсе беретін шығарсың, әйтпесе менің қарным ашты. Берем ғой, барып ала бер. Сөйтсеңдерші, сұрамай-ақ та ала берейінші барып.
Так, достар, біздерде екінші тема кетті. Ең қандай пайдасыз тамақтар. Бәлкім не болған? Бәлкім жыбы, бір шошқан ет бар. Сырная свинина. Яғна, сырная свинина деген шошқа ғой. Өй, құры! Алмайым мен оны. Өй, жынды. Так, достар, жарайды енді. Менің қарным ашып басады. Маған мынандай тамақтар берді. Я. Пеш пе? Жоқ, мен жағуды білмеймін ғой. Бүгін ас мәзірінде біздерде шикі тауық, шикі балық, шикі сиырдың еті, шикі қойдың еті. Мұны. Жоқ, жағдай жақсы, достар. Пеш ақ білмеймін, сондықтан мен бүгін пайдасыз нәрселермен айналысатын боламын. Мақұл. Мен наған надеюсь тоямын деген ойдамын, достар. Давайте жеп алайық. Курятина. Курятина кетті. Балықтан жек көрейік. Отравление болып қоймайын. Қарным тойды. Прикинь, қарным тойды тұсады. Біздерде бір алты тамақтай қалды. Енді бұл біздің қарнымызды бір жақсылап тойдырады деген үміттемін, достар. Біз ұзаққа шабамыз. Қойлар, сендер менің кешкі таңғас. Кешке қарай таңғас деген қалай кетті. Жарайды, сәбеке. Қараңғы батып кетіпті ғой. Қараңғы батып кетті, достар. Давайте. Менде золотой меч бар, ата кеу. Крипер. Мә саған. Кел. Қырласма. Жарылма. Тоқта, достар. Жарылмай тұрған кезде. Мә саған. Тоқта, брат. Мечім қаяқта мен? Мечім таппай қалдым, алло. Мечім түсіп қалды, күте тұр. Зомби күте тұр. Мечім қаяқта? Менің мечім жоқ сияқты ғой. Братан. Қой, қаштым, дос. Майнкрафт менің қолыма 64 кожа беріпті. Жарайсың, Майнкрафт. Маған өте керемет нәрсе бергеніңе мен қуаныштымын. Себебі маған Майнкрафт кожа беріп тұр. Достар, бұл біздің кімдер сияқты? Атын түстеп айтпай-ақ қойын. Керемет нәрсе бергенде ол көрінеді, бірақ мына кожа сияқты болады. Мақыл, сырт көзге әдемі болса жетеді ғой. Бірақ мынау, достар, сырт көзге де әдемі болмай тұрған жай бар. Жарайды, маған енді қазір верстак табу керек. Бұл керемес, маған серебро кемес, өйткені олар пайдалы нәрселер, ал маған пайдасыз нәрселер керек. Жарайды, кожа болса кожа, достар. Мен қазір кожадан бірдеңе жасаймын. Кешегі түннен кейін мен өте қатты травмаған болатынмын, яғни мен өліп қала жаздадым. Көз алдарында, достар, мен өліп қала жаздадым. Сондықтан мен қазір өзіме ең керекті, ең особый шошқан ет қапты. Жоқ, мен до конца жемеймін шошқан етін бүгін. Өйткені ол бірақ керексіз нәрселермен алу керек қой. Мақыл, достар, мен шошқан етін жесем жеймін. Керексіз нәрсе ғой өйткені. Достар, біз қазір Майнкрафттағы ең пайдасыз нәрсені алдық. Себебі бұл кожа ең пайдасыз. Жоғы да білінбейді, сондықтан менің ойымша бұл ең пайдасыз нәрселердің бірі деген ойдамын. Ал енді қазір біздер дейтін өте пайдасыз блоктармен үй салатын боламыз. Кеттік. Достар, біз қазір мына жерге өзіміздің арманымыздағы үйді салатын боламыз. Достар, давайте осы видеоға лайк басып, арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. 20 000 подписчикке 100 подписчик қалды, достар. Давайте тез. Ал біз өзіміз үйімізді бастай берейік, пока что кеттік. Қалай, родной, мынау ұйқы ма? Жоқ, бұл ұйқы емес қой. Мынау қой кезек қой, мынау. Тоқта, мынау үй что-то не то. Несі дұрыс емес мынаның? Мына үй теріс болып қойған жоқ ба? Достар, мынау үй теріс болып қапты ғой. Достар, бұл Майнкрафттың архитектурасының антисулығы. Бұған қарап көршілер көшіп кетті. Көшіп кеткен дейсің ғой көршілер. Мына үйді срочно сынып тастау керек қазір. Достар, енді бұл үйге атау қойды мен. Бітпей қалған арман.
мақұл енді арманымыздағы үй болмаса да мынаған қалай шығатынымыз қызық болып тұр да ертең біз выживаниемен жүрген кезде ладно забейте кеттік басқа. Міне достар, нағыз сыналатын уақыт келді. Өйткені біздер қазір крипер. Мына жақтан достар мен қазір крипер тауып алған болатын. Бергел крипер, сен менімен соғысуға дайынсың ғой? Иә, мен сені түсініп тұрмын. Мен сені жақсы түсініп тұрмын, бауырым. Сен типа маған атаковать етін кеп тұр, қорқып тұрсың ғой? Бірақ мен сенен қорықпаймын. Өйткені менің сыртымда броня бар, қолымда мечім бар. Менде алтын қылыш барлығы мысалы. Мә достар, бірақ жүрек соғым 120-дан асып кеткен сияқты. Кел, қырласын. Ох, ё-моё. Оны жарылып кете сағаншы? Я, крипер деген сөйтіп жарылып кетеді емес пе? Так, мен қалай аман қалдым түсінбедім. Бірақ менде нағыз анти-скилл бар секілді достар. Қалай ойлайсыңдар? Родной, кеш батып кетті ғой. Не істейміз? Сен сөйлемейсің, мен де сөйлемеймін онда деп отыра береміз. Мақұл, мен шықтым. Достар, бұл жаңағы ол пранк етін, пранк. Я, криперді қазіргі таңда кім жеңбей жатыр? Бұл жерде біздерде зомбилар. Ойланып тұрған нес? Ойланып тұрған маған қарсы. Кел. Қайсың қырладың? Жүректерің шыдаса кеңдер маған қарсы. Мә саған. Мә достар, өлмейді ғой. Золотой мешпен тез өлу керек сияқты. Мен мечім сынайын деп жатыр. Давайте. Мә саған. Опа. Айбай. Құпым жаман кез кетіп жатыр ғой. Так. Ұртса. Нағыз сылады. Жетелдер. Көмектессенді. Ох, мечім сынды. Жігіттер, жалпы жабылу деген ол жігітке тән. Немес, шакалт етпейміз жігіттер. Мен сендерге бронямды тастаймын. Болды. До свидания. Скелетте тұр ол жақта. Достар, қашып кете салайық. Жанның барында достар қашып кетейік, өйткені мен қазір өлетін сияқтымын. Өлем ой, мен бір талдың үстіне мүңіп кетемін ой мына жақта. Достар, талдың үстіне мүңіп кетсем, сосын таңға дейін күтсем, өлім ба? Қалай радный өлім ба? Джунглидегі Мауглидің өзі. Ош, мен құлап қалдым. Сөйтім, именно өзім өзеннің жағасына да келіп алыппын. Жалпы достар, бүгін мен не үйрендім? Бұл финал болмақшы. Мұны аяқты арам. Кетіп қалды, енді арам деп айтайын деп отырмын. Жалпы Майнкрафтта әрбір заттың мәні бар достар. Тек кейбір заттар ғана болмаса саған қасы жұмыс істейді достар. Өйткені мысалға мен бүгін золотой меч достар, мен оны түсінбедім. Неге? Достар, қазіргі алтындар сияқты анау ше золотой меч. Ё-моё, білмеймін, тез сынып қала береді. Білмеймін, жаңа өздерің көрдіңдер ғой, зомбилармен қырылған кезде де мен қалай не істеп қойғанымды. Мақұл. Егер өмірде де тек пайдасыз нәрселермен тірі қал десе, мен даймын достар, өйткені мен Майнкрафтта да аман шықтым достар. Өйткені жаман пайдасыз нәрселермен жаңа көрдіңдер. Бір способ бар, любой нәрсенің способ бар, бірақ енді Майнкрафтта ғана пайдаланып көрдім. Шын өмірде достар, ол керек емес секілді. Достар, жаңа ғана менің мечім сынып қалды, бірақ мен қашып кеттім. Проблемадан қашпау керек, проблемаға тіке тұру керек достар. Жалпы достар, бүгінгі видео ұнады деген ойдамын сіздерге. Бір ай болды видео түсірмегеніме, рахмет көргендеріңе. Комментарияға достар есікте жазып кетіңдер. Сенің Майнкрафтта қандай зат ең қатты ренжітті? Мен үшін алтын балта. Себебі мен оны мақтап отырмын, ал ол болса тез сынып қала салды. Ағашта дұрыс ағаш не істемей қалдым, короче. Бір стак ағашта шықпады. Лайк бассаң, диориттен үй салмаймын. Если что, бауырым. Давайте сіздермен бірге болғанмен Ринат. Давайте, бірақ мені диоритпен үй салған мешім керек емес.